Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге Phobis Tools деп аталатын сервисті ұсынатын боламын. Бұл сервис өте ерекше сервис басқаларға қарағанда, себебі бір сервистің ішінде бірнеше инструменттер бар, құралдар бар. Сол себептен де сонысымен ерекше, және де сонымен қатар бұл жерде сол құралдардың ішінде жасанды интеллект құралдары да бар. Яғни бір платформада барлық өзіңізге керекті инструменттерді таба аласыздар деп толық айтуға болады. Енді олай болса, толық платформаға обзор жасап өтейін. Жалпы бұл платформаны біз Google-дан Phobis Tools деп тауып, міндетті түрде тіркеліп аламыз. Себебі кез келген платформаның құралдарымен жұмыс жасау үшін бізге міндетті түрде тіркелу қажет болады. Енді мен тіркеліп тұрғандықтан автоматты түрде өзімнің парақшама өттім. Сіздер ең алдымен тіркелесіздер. Бұл жерде айта кететін жағдай, платформа Германияда жасалған. Сол себептен де ең алғаш сіздер сілтемеде өткен кезде барлығы неміс тілінде болады. Біз парақшаның соңғы бетіне өтіп, ағылшын версиясына өтіп аламыз, таңдап аламыз. Бұл жерде немісше версиясы немесе ағылшын версиясы деп версияларды таңдауға болады. Тіптен сіздер өздеріңізге түсінікті болу үшін әрине экранның оң жақ батырмасын басып, оң жаққа шыққанмен перевести на русский язык деп парақшаны орысшаға аударып аламыз. Енді бізде бұл платформада қандай инструменттер бар? Жалпы тоқталып өтейін. Біз енді олардың кейбіреулеріне бүгін сипаттама жасайтын боламыз. Бірінші блокта бұл жерде жалпы жасанды интеллектпен жұмыс жасайтын функционалдар. Чат бар, кәдімгі чат GPT сияқты, яғни сонымен қатар құжаттардың мазмұнын анықтауға арналған жасанды интеллект бар құралы, сонымен қатар суретпен жұмыс жасауға арналған, бағалауға арналған, транскрипцияға арналған, яғни аудиодағы, видеодағы сөздерді мәтін ретінде сізге шығарып беретін жасанды интеллект. Суреттегі жазылған текстті мәтін ретінде сізге жеке шығарып беретін жасанды интеллект. Сонымен қатар персонажбен жұмыс жасауға арналған жасанды интеллект. Және де маған ұнайтын, мұғалімдерге ең бір қажетті құралдардың топтамасы бұл мына жерде ортаңғы блокта орналасқан, яғни жұмыс листі, яғни парақшасы. Кәдімгідей бұл жерде өзіңіздің сабағыңызды құрастырсаңыз болады, әсіресе онлайн оқыту кезінде немесе сондай бір ерекше бір ашық сабақты өткізетін кездерде осы парақшаны қолдануға болады. Мәтіндік редактор жасанды интеллект жүйесімен бірге. Онлайн тақта, бұл жерде учебный совет деп аударылған, бірақ бұл бізде онлайн тақта. Classroom Screen сервисін білетін болсаңыз, осы Classroom Screen сервисінің барлық функционалы осы жерде қарастырылған. Бұған да кішкене тоқталып кететін боламыз. Веб-сайт, өзінің айтып тұр, веб-сайт инструменті. Пинборд, бұл жерде тоже блоктарға бөлінген. Ақпаратыңызды осындай түрде жүйелеп қойсаңыз болады. Оған да тоқталып өтетін боламыз. Және де опрос, яғни бұл жерде де тесттің түрі деп айтуға болады, немесе жаңағы опростың осындай бір түрлері бар. Сонымен қатар облако слов, яғни біз көп қолданатын ментиметр дейміз, сол ментиметрдің аналогы деп айтуға болады. Енді төмендегі тұрған функционалдары енді өздерінің аты айтып тұрғандай, енді видеоны жасауға, монтаждауға арналған функционал. Обмен файлами, яғни файлдарыңызды осы жерге жүктеп, сілтеме арқылы, QR арқылы таратсаңыз болады. Былайша айтқанда Google Drive, Google Дисктің қызметін осы функционал арқылы жасауға болады. Диктофон, яғни дыбысты жазуға арналған құрал. Ол да түсінікті деп ойлаймын. Генерация QR коды, яғни QR кодты, сілтемені QR кодқа айналдыруға арналған құрал деп айтуға болады. Енді ол да түсінікті деп ойлаймын. Көптеріңіз уже қолданып жүрсіздер деп ойлаймын бұл құралдарды.
устройство записи экрана, яғни мысалы осылай мен қазір сіздерге қалай түсіндіріп айтып жазып жатырмын, сол сияқты экранда бір нәрселер көрсетіп, соның барлығын дыбыспен қосып жазып алуға арналған осындай функционал бар. Сонымен қатар тоже маған ұнайтын функция, яғни сокращатель URL адресов. Көп жағдайда біз мысалы сілтемелерді жасағаннан кейін ол ұзын сілтеме болып тұрады. Біз кейде бір жерге жіберу үшін сол сілтемелер тым ұзақ болып кетеді кейде. Сол жағдайларда осы жерге қойып, оны қысқартып алуға болады екен. Осындай ерекше платформа, осындай көптеген құралдар бар ішінде. Енді соның кейбіреуіне тоқталып өтетін болсақ, мысалы, жаңағы ChatGPT-ге ұқсас чат, осындай чат бар. Мына жерде айтып кететін жағдай, осы ақысыз версиясында 50-ге дейін запрос жасап, өзіңіздің сұрақтарыңызға жауап ала аласыздар. Мысалы үшін, сделай таблицу про отрасли использования искусственного интеллекта дегенмен запрос жасаған болатынмын. Енді осыны кішкене өзгертіп, мына жерге көрсетейін. Использование нейросетей деп жаза салайын, және де осылай запрос жіберейін. Яғни ChatGPT-дегі сияқты бізге жалпы нейросети, жалпы жасанды интеллект туралы анықтама беріп, одан кейін барып, соның қандай салаларда қолданылатыны туралы кішігірім кесте жасап берді. Егер де оны толықтыру керек болса, тағы да запрос жазып, оны ары қарай өзіңіздің қажетті сұрақтарыңызға осылай жауаптар ала аласыздар. Бұл ChatGPT сияқты запростарға жауап беретін жасанды интеллект функциясы. Бүгін енді мен басқа жасанды интеллект функцияларына тоқталмаймын. Егер де өздеріңізге қызықты болатын болса, әр функцияға кіріп, барлығы интуитивті, түсінікті, керекті жаңағы функцияға кіріп, өздеріңіз толығымен қарап алсаңыздар болады. Мысалы, мынау транскрипция, бұл жерде де кез келген бір ютубтағы видеоның дыбысын алғыңыз келсе, сол сілтемені қойып, ары қарай сізге жаңағы мәтіннің видеодағы айтылған мәтінді сізге текст түрінде жасап береді, немесе аудиодағы айтылған мәтінді текст түрінде жасап береді. Транскрипция деп өзінің аты айтып тұрғандай, файлды загружать етеміз, егер аудио файл болатын болса. Егер видео файл болатын болса, онда біз не істейміз? Онда біз сілтемесін әкеп қоятын боламыз. Мысалы үшін, YouTube-тан сілтемесін әкеп қоямыз, видео, аудио файлдарды жүктейміз. Осындай функционалдар, енді олардың барлығын толық өздеріңіз тағы да қарап көрсеңіздер болады. Мен мына жерде осы мұғалімдерге қажет болатын осы инструменттерге тоқталып кеткім келіп тұр. Кейбіреулеріне, мысалы, рабочий лист, жұмыс парақшасы. Бұл жерде кәдімгідей өздеріңіздің бір сабақтарыңызды жүйелеп жасап қойсаңыздар болады. Әсіресе онлайн оқыту кезінде өте пайдалы болатын дүние. Мысалы үшін, менде мына жерде жалпы 5 рабочий листті жасауға болады екен. Соның ішіндегі мен мысалы үшін тағы бір рабочий лист жасап көрейін. Создавать деп жаңа рабочий лист жасайын. Бұл жерде қандай элементтер бар. Бұл жерде бірінші рабочий листіміздің тақырыпшасын жазып қоямыз. Что такое и деп осы тақырыпты жалғастыра салайық. Тақырыпша, мысалы үшін, немесе сіздің пәніңіздің аты деп айтуға болады, немесе тақырыбыңыздың, сабағыңыздың тақырыбы. Одан кейін осы жерде мынандай элементтер бар. Яғни богатый текст дейді. Яғни бұл жерде мәтінді қоюға болады. Мысалы, біз Google-дан осы мәтінді тауып алайық та, мысалы үшін, кез келген бір сайттан ала салайық мәтінді. Соны өзіміздің парақшамызға, жұмыс парақшамызға көшіріп алып,
кәдімгідей бір жүйелі сабақ жасаймыз, иә. Мысалы, бұл бізде мәтін. Так, мәтінді қостық тақырып бойынша. Одан кейін не қосуға болады? Одан кейін намекать дейді, бұл бізде подсказка, иә, мысалы үшін. Бұны тақырыпты ашпас бұрын, мысалы, бүгінгі тақырып қандай деп ойлайсыздар деген сияқты сондай бір мәтінді жазсаңыздар, подсказка жазсаңыздар болады, иә. Бүгінгі тақырып қандай болады деп ойлайсыздар деген сияқты бір сұрақ ретінде подсказка жасауға болады. Енді оны ары қарай өздеріңіз фантазияңызға қарай жасайсыздар. Сонымен қатар файл, яғни файлдарды жүктеп қоюға болады. Осы тақырыпқа байланысты, осы предмет, пәнге байланысты, иә, бір файлдарды жүктеп қойсаңыздар болады. Балалар өздері жаңағы қосымша кітап, электронды немесе қандай да бір қосымша файлдар болатын болса, сол файлдарды өздеріңіз жүктеп балаларға қосымша ретінде берсеңіздер болады. Мысал үшін, мына файлды мен қосымша ретінде осы жерге жүктеп қояйын, иә. Яғни загрузить файл дейміз да, осы жерге файлды тіркеп қоямыз. Сонымен қатар, мінекей менің файлым осы жерге түсті, оны балалар өздері жүктеп алады қажетінше. Сонымен қатар қандай элементтер бар? Изображение, енді өзінің аты айтып тұрғандай, енді бұл жерге дайын изображенияларыңыз болса, осы жерге қойсаңыздар болады. Мысалы, менде фобиздің суреті бар екен, осы суретті қоямын. Тақырыбыңызға байланысты бірнеше суреттерді қойсаңыздар болады. Сонымен қатар разделитель дейді, енді мысалы үшін қандай да бір модульдер, тақырыпшаларға байланысты жаңағы парақшаңызды осылай бөлікштермен бөліп қойсаңыздар болады, сызықша арқылы, иә, түсінікті болу үшін. Сонымен қатар мынау космос дейді, яғни осындай бір бос орын қалдырады, яғни тоже бөліп жаңағы модульдерді бір тақырып тақырыпшаға, мысалы, тақырыптың ішіндегі бірінші, екінші бір тақырыпшаларына бөлетін кезде осындай бос орындар қалдырып қоюға болады екен. Сонымен қатар енді видеоны қосуға болады екен, иә. Енді ол да түсінікті деп ойлаймын. Видеоға сілтемесін қойсаңыздар болады. Сонымен қатар ары қарай бізде мына вопросы, яғни сұрақтар, қандай сұрақтар қоюға болады, яғни текстовый ответ дейді. Мысалы үшін осы сұрақты қойып, осылай қоямыз, яғни балалар бұл жерге мәтін ретінде жауап береді, балалар өздеріңіз ставьте ответ деген жерге осыған мәтін ретінде жауап беретін болады. Заполнить бланк, яғни бланкты толтыру. Бұл жерде сұрақты жазамыз, және де дұрыс жауабын да жазып қоямыз. Және де программа өзі автоматты түрде сол дұрыс жауаппен баланың жауабы сәйкес па, соны тексеретін болады. Сонымен қатар загрузить файл, мысалы үшін бір үлкен эссе жазу керек болса, біз напишите эссе на тему деп жаңағы темасын береміз да, сосын ары қарай бала өзінің жазған эссесін жазады да, и осы жерде загрузить файл деген жерге жаңағы сол сілтемені басып құжатын тіркейтін болады. Сонымен қатар одиночный выбор, большой выбор дейді, ол түсінікті деп ойлаймын, иә. Жаңағы тест сұрақтары, мысалы үшін бізде көшіріліп тұрған сұрағымызды қоя салайық. Так, мынау бірінші жауап болсын, мынау бізде екінші жауап болсын, иә. Осылай бізде жауаптарды қоса беруге де болады, иә. Үшінші жауап болсын деген сияқты. Және де бұл жерде тек қана бірақ дұрыс жауап болады, иә. Дұрыс жауапты осылай белгілеп қоямыз міндетті түрде. Содан кейін мына жерде бірнеше дұрыс жауапқа арналған тоже сұрақ.
бұл жерде бірнеше дұрыс жауап болуы мүмкін. Өздеріңіз білесіздер, тесттің түрлерін. Multiple choice бізде бірнеше дұрыс жауапқа арналған. Енді бұл түсінікті деп ойлаймын. Енді бізде не қалды? Бұл жерде айтылмаған барлық элементтер туралы айтып өттік. Және де бұл жерде балаларыңызға сіз осы сілтемені делиться деп батырмасын басасыз да, осы сілтемені арқылы жібересіз. Сохранять. Частная ссылка сохранить дейміз да, мысалы QR-код арқылы немесе копировать деп осы сілтемені балаларыңызға жібересіздер. Олар осы тапсырманы орындап, видеоны қарап, мысалы үшін сұрақтарға жауап беріп, барлығын жасап болғаннан кейін олардың жауаптары сізде мына жерде түсетін болады. Бұл жерде барлық балаларыңыздың жауаптары сізге көрініп тұратын болады. Әсіресе онлайн оқыту кезінде бұл таптырмайтын құрал. Осындай енді офлайн оқыту кезінде де өздеріңіздің қажеттіліктеріңізге қарай, фантазияларыңызға қарай керегінше қолдансаңыздар болады. Сонымен қатар мына жерде де фонды да өзгертіп қойса болады екен. Енді оны өзіңіздің қажеттеріңізге қарай қолдана аласыздар. Немесе жаңадан өзіңізге қажетті файлды тіркеп, жаңағы өзіңіздің суретіңізді қойып, сол суретті фон ретінде қолдансаңыз болады екен. Сонымен қатар мінекей частная ссылка деген мына жерде де көрініп тұр. Предварительный просмотр деп біз осылай көріп алсақ та болады. Және де сосын осы частная ссылка арқылы біз бөлісіп, осындай рабочий листті қолдана алады екенбіз. Менің ойымша өте керемет құрал, мұғалімдерге арналған. Сонымен қатар мына жерде осы құралдарды қолданған уже үлгілер бар галереяда. Осы жерден де уже дайын дүниелерді қарап көрсеңіздер болады. Басқалар қалай оны қолданды екен деген сияқты. Мысалы, мына teaching board дейді, жаңағы біз айтып өткен онлайн тақта. Онлайн тақта, бұл жерде мен жаңа айтып өткен болатынмын. Classroom screenге өте ұқсас келеді деп. Сол Classroom screenнің элементтерін қолдануға болады. Енді мен дегенмен жаңасын ашып көрейін. Мынау мен уже алдындағы жасап көрген құралдарым болатын. Мінекей осы жерде өте түсініктірек деп ойлаймын. Мінекей мына жерде мәтінді қоюға болады. Сонымен қатар барлық элементтерін бір-бірден қойып шыққам. Мінекей мәтінді қоюға болады, суретті қоюға болады, видеоны қоюға болады, сілтемесін қойып, файлды қоюға болады. Кез келген файлды осы жерге қойып қоя аласыздар. Мінекей загрузить файл. Немесе сілтеме қойсаңыздар болады. Жаңағы stopwatch, мысалы, сағатты қойсаңыз болады, таймер сияқты. Мысалы, 10 минуттық тапсырманы беріп қоясыз да, осы таймерді қосып қоясыз. Жаңағы сағатты қойып қойсаңыз болады, сабақ бітуге қанша уақыт қалды деген сияқты өзіңіз қарап отыру үшін. Форумды қоссаңыз болады, социальный форум ретінде. Сонымен қатар мынандай подсказкаларды қойсаңыз болады. Мысалы, топтық жұмыс болса топтық жұмыс, жұптық жұмыс болса жұптық жұмыс, тыныш жаңағы сөйлейміз немесе тыңдаймыз деген сияқты. Осындай подсказкаларды қойға болады. Бұл енді тура недегі элементтердің барлығы осы жерде қолданылған. Classroom screenдегі, яғни барлық элементтері жұмыс жасап тұр. Өте керемет, мен ойымша, қолдансаңыздар болады. Және де мына жерде опросқа да тоқталып кеткім келіп тұр. Енді көбісі түсінікті дүниелерге енді ары қарай өздеріңіз қарап көресіздер. Мысалы үшін мынандай опрос, қандай опрос түрлері бар. Мына жерде тоже плюс батырмасын басып, қандай түрлері бар екенін көруге болады. Яғни опрос деп өзінің аты айтып тұр ғой. Мысалы, сабақтың соңында немесе сабақтың басында өткен тақырыпты қайталау үшін деген сияқты осындай сұрақтарды қойып, жаңағы опрос жасауға болады.
немесе мысалы ата-аналар жиналысында қолдануға болады деген сияқты. Иә, мысалы бұл жердегі ерекше опростың бірі мына жұлдызша, яғни мысалы сұрақ қоямыз, иә, мысалы мынандай как ваше настроение деген сияқты, иә, и және де жаңағы 5 жұлдыз ба 4 жұлдыз ба сіздің жаңағы оқушыларыңыз немесе ата-аналарыңыз жауап береді. Нәтижелері мына жерде бізде көрініп тұрады, иә, қанша адам 4 жұлдыз қойды, қанша адам 5 жұлдыз қойды деген сияқты. Және де мына жерде сұрақтың да түрлерін көрсетіп қойған боламыз. Мысалы 2-ге 2-ні қоссақ қанша болады деген сияқты, иә. Enter answer, яғни жауапты бала өзі тереді. 4 немесе 5 деген сияқты. 2-ге 2-ні қоссақ қанша болады? Мына жерде дұрыс жауапты таңдайды. Немесе бірнеше дұрыс жауап болуы мүмкін деген сияқты, иә. Мінекей құрметті әріптестер, құрметті ұстаздар, осындай бір керемет платформамен сіздермен бүгін бөлісіп отырмын. Өздеріңіздің қажеттіліктеріңізге жаратады деп ойлаймын. Мынау блогта да өте өздеріңізге жиі қолданып жүретін мүмкіндіктер бар. Мысалы файлдарды жүктеп онымен бөлісу деген сияқты, иә. Мысалы бұл жерде яғни файлыңызды жүктеп аласыз да, яғни сол файлыңызбен бөлісе аласыз. Мысалы мына жерде файл жүктелді, choose файл деп файлыңызды осы жерге жүктейсіз. Мінекей файл жүктелді, сосын share деп оның сілтемесін бөліссеңіз болады. Қымыжыларыңызды жүктеп бөліссеңіздер болады, иә. Осындай бір көптеген мүмкіндіктері бар платформа. Қажеттіліктеріңізге жарайды деп ойлаймын. Менің ойымша өте керемет платформа. Міндетті түрде қолданып, сабақтарыңызды қызықты қылып өткізесіздер деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Пайдаларыңызға жарасын.